Біз Реал Мадридтің трансферлік нарықта бірден 4 ойыншымен келісім шартқа отырғаны туралы видео түсірдік. Қаймақтың мұнымен тоқтап қалмайтынын кім білген? Қазір Реал Ян Диаманде бойынша шамамен 130 миллион еуроға келісімге келді. Бұл қазірдің өзінде галактика деңгейіндегі трансфер. Ол ваны өзгертеді. Бірақ бұл жерде қорқынышты нәрсе бұл сома ғана емес. Сонымен қатар ойыншының өзіндегі жағдай. Өткен маусым Диаманде үшін ең жоғары деңгейдегі бірінші маусым болды. Бұған дейін ол Лигане сапында аз ғана ойнады. Ол осы жазда әлем чемпионатында жарқырап, Кот д'Ивуардағы ең үздік ойыншы атанды. Ал қазір небәрі 19 жаста. Ол керемет ақшаға Мадридке ауысады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қаймақтылар осы жерде тоқтады ма? Ол жерде болған жоқ. Әртүрлі дереккөздердің үлкен саны Реал Мадрид Родри үшін міндетті түрде ойнайтынын хабарлайды. Ал біреу тіпті жеке келісім шарт қазірдің өзінде келісілгенін айтады. Иә, Реал Мадрид осы жазда мұқият шешім қабылдады. Трансферлік нарықта үлкен шу шығарып, өз тарихындағы ең үлкен трансферлік науқандардың бірін өткізіп жатқан шығар. Сонымен 25-26 маусым Ян Диаманденің есебінде Германияның үшінші командасы үшін 21 гол және пас беру жүйесі бар. Міне, ол әлі 20 жасқа толмаған. Ол әлемдегі ең үлкен клубқа ауысады. Мұның өзі Реал Мадридтің өздері үшін алған талант деңгейі туралы айтады. Ал оның қалай ойнайтынын түсінгенде, бұл трансфер одан да қорқынышты болады. Диаманде кезекті жарылғыш қанатшы ғана емес. Ол екі қапталда да бірдей жайлылықпен ойнай алады. Және екі аяғымен де сенімді ұстайды. Ол өткен маусымды Лейпциг үшін негізінен сол жақтан бастады. Содан кейін ол науқанның көп бөлігін оң жақтағы қорғаушыларды қорқытумен өткізді. 2026 жылы Кот д'Ивуар құрамасында ойнаған, оның көрсеткіштері оның ойынын толық көрсете алмады. Бірақ озық статистика керемет болды. Тек топтық кезеңде ол серіктестер үшін 10 ұпай жинады. Бірақ әлсіз іске асырылуына байланысты ол өз есебіне бір ғана нәтижелі пас жазды. Статистика, сіз ойлағандай, бүкіл суретті жеткізе алмайды. Оның негізгі күшті жақтарын өлшеу әлдеқайда қиын. Ол үнемі төмен қорғаныс блоктарына қарсы сандық артықшылық жасайды. Оның қарқындылығы соңғы 3-тен 1-де шешім қабылдауы оның жасына өте жетілген. Ол басқа біреудің қақпасының алдында салқынқанды, қысыммен бүлдейді және қазірдің өзінде ең жоғары деңгейде бейімделу үшін қажетті менталитетті көрсетті. Сонымен бірге мүлдем өзімшіл емес және нәтижеге бағытталған ойыншы. Басқаша айтқанда, ол Хосе Мourinho өз командаларын құруды ұнататын ойыншы түрі. Енді бұл Барселонаға және бүкіл Еуропаға қандай қиындық тудыратынын елестетіп көріңізші. Өйткені Реал енді Килиан Мбаппе, Винисиус және Ян Диамандеге қарсы шабуылда үздік үштікті көрсете алады. Реалда сөзбе-сөз қолдау көрсетеді. Жігіт 29 шілдеде Леванте базасында жаттығады. Ал келесі күні таңертең ол кремділердің жаңадан бастаушысы ретінде таныстырылды. Реал Мourinhoның өтініші бойынша 25 миллион еуроға трансфер жасады. Өйткені португалдықтар үшін оның клипінде қошқар түріндегі шабуылшының болуы өте маңызды болды. СП бұл жай ғана алып, бойы 194 см шатырдың астында. Ол ең үлкен ақшаға сатып алынбайды. Бірақ сонымен бірге ол командаға айтарлықтай өзгергіштік бере алады. Оны жаңа Фернандо Торрес деп атайды. Өйткені оның өлшеміне қарамастан, СП өте жарылғыш жігіт. Офсайдтың шетінде жақсы тепе-теңдікті сақтайды және жақсы оның сәттерін жүзеге асыруда. Соңғы 10-15 жылда Гвардиоланың кесірінен біз мұндай тректерді жоғары деңгейде бақылауды тоқтаттық. Соңғысы Марио Манжукич болса керек. Бірақ мен бұл түрдің қайта өрлеу дәуіріне мүмкіндігі бар екеніне өте қуаныштымын. Шабуыл шебі ессіз жылдамдықпен, голдармен және бір-бірден ұрып соғу қабілетімен қажет болған жағдайда шатырды қапталдан жауып тастайды. Негізгі төрттікте әлемдік футболдағы ең жақсы шабуылдаушы квартет болу үшін қағазда барлық ингредиенттер бар. Бірақ одан да қорқыныштысы Флорентино Перес әлі аяқтаған жоқ. Орталықтың да қол қою мүмкін деген қауесет бар. Қорғаушы. Біз әртүрлі ойыншылар туралы айтып отырмыз. Әзірге нақты ештеңе жоқ. Бірақ көбінесе Бастони, Ренато Вигги және Америка Лапорту фамилиялары пайда болады. Бірақ егер бұл трансферлер әлі де қауесет деңгейінде болса, онда Родридің айналасындағы жағдай әлдеқайда шынайы болып көрінеді. Испания құрамасының капитаны, әлем чемпиондары 1 минутқа алтын қылыш иегері және әлем чемпионатының үздік ойыншысы, ол бірнеше рет кремді футболка кигісі келетіні туралы хабарланған. Жалпы, сіз ойлағандай, Реал Мадридте жантүршігерлік революция жүріп жатыр. 2019 жылдан бері көп нәрсені сатып алмаған команда осы жазда ақшаны дұрыс жұмсауды шешті. Бірақ бұл революцияға жаңадан келгендерге ғана емес, кететіндерге де орын бар. Реал Гарсияны сатып үлгерді. Құдайға шүкір, Мастантуонды тастап кетті. Мүмкін Эндрикке кетіп қалуы мүмкін. Бірақ егер кетуге қатысты басқа сұрақтар аз болса, онда Эндриктің кетуі бір түрлі нәрсе. Жігіт қазірдің өзінде үлкен футболға дайын. Лионда керемет жарты маусымды өткізді. Бірақ Реал Мадрид оны ұстап тұруға ниеті жоқ. Романың басты қарсыласы және мұндай жарылғыш ойыншы міндетті түрде Гасперини жүйесінде болуы керек. Және мүмкін
Олардың барлығының басты сұрағы Ян Диаманденің келуі болашақ Винисиус үшін нені білдіреді? Ақыр соңында бұл Реалдың ерекше қайта құрылуы, бұл галактикалардың жаңа буынының дүниеге келуіне ұқсайды. Бұл композиция тағы бір беймәлім маусымды болдырмау үшін ғана емес. Сонымен қатар Ханси Фликтің Барселонасын басып, тәжін қайтарып алу үшін жасалған. Испания чемпиондары Еуропаны жаулап алып, бүкіл футбол әлеміне азық-түлік тізбегінің басында кім тұрғанын еске салады. Жаңа Реал Мадридтің Еуропаға неліктен қорқыныш әкелетінін түсіну үшін алдымен клубтың өзі туралы бір нәрсені түсіну керек. Реал Мадрид қиын кезеңдерде ешқашан қол қусырып отырмаған. Олардың тарихындағы әрбір ұлы ойын дағдарыстан туды. Мұның бәрі 1950 жылдары Сантьяго Бернабеу футболды түбегейлі өзгерткен кезде басталды. Бір эмблеманың астында планетаның ең үздік ойыншылары Альфред Ди Стефан команданың жүрегіне айналды. Бірдей тамаша қорғанысқа, құруға және гол соғуға қабілетті футболшы. Оның қасында Ференц Пушкаштың өлтіруші сол аяғы және Бакхендтің қапталдағы тоқтаусыз жылдамдығы пайда болды. Олар бірге бірінші шынайы аяқты жасады. 1956 жылдан 1960 жылға дейін қатарынан 5 Еуропа кубогын, сондай-ақ 4 чемпиондық атақ пен құрлықаралық кубокты жеңіп алған нағыз футбол әулеті. Олардың шедеврі Глазгодағы матч болды. Онда олар жекпе-жекте Айнтрахтты 7-3 есебімен жеңді. Мүмкін, чемпиондар кубогы тарихындағы ең үлкен финал. 50 жылдан астам уақыттан кейін тарих қайталанды. 2014-2018 жылдар аралығында Реал Мадрид чемпиондар лигасын толығымен қолына алып, тағы бір әулет құрды. Криштиану Роналду сол дәуірдің бет бейнесі болды. Оның артында тарихтағы ең үлкен 3 жартылай қорғаушы жұмыс істеді. Кросс, Модрич және Касемиро. Және, әрине, олардың артында Рамос, Пепе және Варан сияқты мастодондар тұрды. Нәтиже керемет болды. Анчелоттидің, содан кейін Зиданның басшылығымен Реал Мадрид 5 маусымда 4 чемпиондар лигасын жеңіп алды. Ла Лига, Испания кубогы, 3 УЕФА суперкубогы, 3 клубтық әлем чемпионаты және Испания суперкубогымен қатар. Бір кездері аты аңызға айналған ұрпақ ақыры сөне бастады. Көптеген адамдар әулеттер аяқталды деп шешті. Оның орнына Реал өзін қайта ойлап тапты. 2021-2024 жылдар аралығында Анчелотти тағы бір әсерлі ұрпақ алмасуын өткізді. Бензема өз мансабындағы ең жақсы футболды көрсетті. Ал Винисиус, Валверде, Камавинга және Беллингем бастаған жаңа ұрпақ бәрін өз қолдарына алды. Одан кейін 2 чемпиондар лигасы, 2 чемпиондық атақ, тағы бір Испания кубогы, 2 суперкубок болды. Испания және тағы бір суперкубок ЕФАда. Бірақ тек кубоктар бұл дәуірді түсіндірмейді. Бернабеде сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес нәрсе болды. Матчтан кейінгі матчта Реал Мадрид кез келген логикаға қайшы қайта оралды. Есеп қандай болса да, қарсыласы қандай болса да, олар жеңіліп қалуы мүмкін деп сенуден бас тартты. Кремді футболка оларға қандай да бір керемет күш бергендей болды. Содан кейін бәрі құлады. 24-25 маусым тіпті ең ұлы империялардың да ерте ме, кеш пе жарылып жатқанын дәлелдеді. Килиан Мбаппе ақыры Мадридке келді және бұл тағы бір үстемдік дәуірінің басы сияқты көрінді. Мүлдем басқа мәселені тез ашты. Кросстың зейнеткерлікке шығуы ешкім жаба алмайтын тесік қалдырды. Реал кенеттен жартылай қорғауда ырғағын, бақылауын және жеке басын жоғалтты. Анчелотти шешімді қатты іздеді. Бірақ ештеңе нәтиже бермеді. Бұл арада Барселона кез келген әлсіздік үшін жазаланды. Олар Реалды Испанияның гегемондық тағынан теуіп, орнына отырғызды. Ал екі клуб арасындағы соңғы 6 матчта Реал бір ғана жеңіске жетті. Қалғанының бәрі жеңіліс. Клуб чемпиондар лигасынан жылдан жылға алыстап барады. Алдымен Арсеналдан, содан кейін Бавариядан. Бапкерлердің ауысуы өз жемісін берген жоқ. Жаңа ойыншыларды да сатып алу. Кремділер кубоктарды жеңіп алудың не екенін ұмытып кетті. Жағдай одан сайын нашарлай түсті. Тіпті клуб президенті де өз-өзіне күмәнданып, мерзімінен бұрын сайлау жариялады. Ол жеңіске жеткенімен қарсыласына әлі де тұз алуға мүмкіндік берді. Элиталық ұпай саны бұл оның әлсіреген позициясын тағы бір рет көрсетті. Енді 2 апатты маусымнан кейін Перес осы клуб бастапқыда құрылған философияға қайта оралды. Сантьяго Бернабеуның философиясы. Реал құлаған кезде ол ұзақ қайта құрулармен айналыспайды. Ол әлемдегі ең жақсы ойыншыларды сатып алады. Бірақ бұл жолы Флорентино тағамның құрамын өзгертті. Ол әлемдік деңгейдегі футболшыларды ғана емес, тарихтағы ең ұлы командалардың бірін құлатуға қабілетті екенін дәлелдеген адамды да шақырды. Хосе Маурино хаос пен қиындықтардан нәр алатын жаттықтырушы, және онымен бірге галактикалардың жаңа ұрпағы. Бұл қағазда әсерлі көрінеді. Шындығында бәрі әлдеқайда қорқынышты болуы мүмкін. Муриноның басты міндеті тактикада емес, психологияда болады. Және оған жағдайды жақсартуға көмектесетін басты адам Родри болу керек. Мүмкін, әлемде Мурино жүйесіне сәйкес келетін орындаушы жоқ шығар. Родри ойынды қашан баяулатып, қашан жылдамдату керектігін нақты біле отырып,
кез келген адам үшін қарқынды жақсырақ басқарады. Ол әрқашан шабуылдарды құру кезінде қысымнан шығуға мүмкіндік береді. Стерилді иеленуге жол бермейді және қарсыластың қарсы шабуылдарын бүршік жарып тұрған кезде сөндіру үшін үнемі позицияны таңдайды. Оның ойынды оқуы, ақылдылығы және төмен блокқа да, жоғары қысымға да бейімделу қабілеті оны тамаша жартылай қорғаушы етеді. Гвардиола әлем чемпионатының алдында Родридің ең жақсы нұсқасы әлі алда деп болжаған. Ол дұрыс айтты. Родри Испанияны 2026 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жетелеп, үздік атанды. Турнирдің ойыншысы Аргентинаға қарсы финалда дәл пастардың 93% және астрономиялық 95% жинады. Ол 650-ден астам пас берді. Бұл бір әлем чемпионатының абсолютті рекорды. Ол өзінің 2022 жылғы Катардағы көрсеткішінен де 2010 жылғы Хави рекордынан да асып түсті. Жол бойында соңғы 3-тен біріне 170 пас бергеннен кейін, дәл осы адам командаға кросс кеткеннен кейін жетіспейтін тепе-теңдікті сақтауы керек. Джуд Беллингем Мурино үшін негізгі шабуылшы жартылай қорғаушы болады. Бірақ сонымен бірге допты жоғалтқан кезде бірінші қорғаушы болады. Ол қысымды басқарады және жартылай қорғауды шабуылмен байланыстырады. Оның формасы оның дайын екенін көрсетеді. 26-шы әлем чемпионатында ол бір турнирде гол соғу бойынша Англия рекордын жаңартып, 7 гол соқты. Бұл Реал Мадрид сапындағы дебюттік маусымында 23 гол соғып, 13 нәтижелі пас берген Беллингемді еске түсіреді. Ла Лигада, Чемпиондар Лигасында және Испания суперкубогында жеңіске жетті. Оң жақтағы орынды Бернардо Силва немесе Арда Гюллер алады, ал Диаманде бейімделеді. Бернардоның әмбебаптығын Мурино дәл осылай бағалайды. Ол қапталда, инсайд немесе орталықта тереңірек ойнай алады. Бұл Мадридке жартылай қорғауда аздап мей береді. Муриноға 4 жартылай қорғаушыны немесе 3-еуін қолдана отырып, Бернардо оған тактикалық икемділік береді. Оған аз адамдар сәйкес келеді. Бірақ бәрі бірдей тегіс емес, өйткені қорғаныста әлі де проблемалар бар. Перес қайта құруды артқы сызықтан бастап, Канапе, Дюмфрис және Кукуреллаға қол қойды. Олардың ішінде Кукурелла ең маңызды тұлға болуы мүмкін. Марсело кеткеннен бері Реал бұл позицияны ешқашан толық жаба алмады. Каррерос пен Фран командаға қажетті қорғаныс сенімділігін қамтамасыз ете алмады. Ал Менди үнемі бұзылып тұратын. Кукурелла бұл қажеттілікті өтейді. Ол керемет емес. Ол сенімді, агрессивті, тактикалық тұрғыдан сауатты, жеке жекпе-жекте керемет күшті және сол жақ қорғаушының, сол жақ орталықтың позицияларын жабуға немесе тіпті жартылай қорғауда ойнауға қабілетті. Ол Мурино футболына өте жақсы сәйкес келеді. Ол қауіпті жүгірулерді, сапалы кросстарды және ақылды пастарды жасайды. Бұл оны әлемдегі ең озық бүйірлердің біріне айналдырады. Бұл басқа жағдай. Физикалық тұрғыдан алғанда, ол тамаша орталық қорғаушы. Ауада үстемдік етеді. Қашықтықта өте жылдам және жоғары қорғаныс шебінде ойнауға өте ыңғайлы. Тек шоғырлану ғана алаңдатады. Ливерпульде ол бірнеше голдық қателіктерге кінәлі болды. Егер Мурино бұл қателіктерді түзетсе, Мадрид Еуропаның ең жақсы қорғаушыларының біріне ие болады. Егер олай болмаса, орталық қорғаушының позициясы олардың басты осалдығы болып қала беруі мүмкін. Және ақырында шабуыл. Егер Мурино олардың артында тепе-теңдік орнаталса және Родри, Беллингем және Бернард шығармашылықты қамтамасыз етсе, онда Диаманде, Мбаппе және тереңдіктен қосылатын шабуылшы бастаған үштік шабуылшы. Беллингемде еуропалық футболдағы ең қорқынышты шабуылдаушы күш болу үшін барлық ингредиенттер бар. Реал Мадрид мықты құрамды жинап қана қойған жоқ. Олар болашақ үлкен жетістіктердің негізін қалауға тырысуда. Көбісі Диаманденің Реал Мадридке ауысуын төмендетуге тырысты. Бұл Алиса оларға шынымен қажет ойыншы болды деп мәлімдеді. Бірақ шындық мүлде басқа. Біріншіден, Алисаны Бавариядан ешкім тіпті 200 миллионға да жібергісі келмеді. Екіншіден, Диаманде қолайлырақ. 19 жастағы жігіттің басты күші тек жылдамдық немесе дриблинг емес, оның әмбебаптығы. Ол сапаны жоғалтпай, екі қапталда да ойнай алады. Бұл икемділік оған Винисиуспен, Мбаппемен және тіпті Беллингеммен позицияларын үнемі өзгертуге мүмкіндік береді. Мадридтің шабуылын соңғы жылдарға қарағанда әлдеқайда болжау мүмкін емес етеді. Әлде піш бұл жігітті бекер аңдып жүр деп ойлайсың ба? Біздің піш ойынын және олардың шабуылда қалай әрекет ететінін, үнемі орын ауыстырып отыратынын көрсететін бейнемізді қараңыз, сонда сіз бұл жігітті неге сонша бағалайтынын түсінесіз. Сонымен қатар, ол Ла Лигадағы төмен блоктарға қарсы Реал Мадридке жетіспейтін қанатшы түрі. Оның қозғалысы қапталда сандық артықшылықты тудырады. Ақылды саңлаулар арқылы аймақтарды ашады және ең бастысы, Муриноға тағы бір тынымсыз қысым көрсететін ойыншыны береді. 19 жасқа толғанына қарамастан, Диаманде допты жоғалтқаннан кейін бірден қарсы қысымға түсуге физикалық қабілеті мен агрессиясы бар. Бұл Мадридке допты қайтарып алуға және бірнеше секунд ішінде жаңа шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Әрине, ол әлі дайын өнім емес. Дивуардың композициясы осыны көрсетті. Ол үнемі қауіп төніп тұрғанына қарамастан,
бір ғана көмек көрсетті. Себебі оның соңғы кезеңде шешім қабылдауында әлі де тұрақтылық жоқ. Бірақ бұл мүлдем қалыпты жағдай. Ол өзінің даму жолын енді ғана бастап жатыр. Және бұл оны соншалықты қорқынышты етеді. Өйткені егер ол 19 жасында осылай ойнаса, Мурино оны не нәрсеге айналдыра алатынын елестетіп көріңіз. Ең бастысы, Диаманденің келуі міндетті түрде Винисиустың кетуін білдірмейді. Бірақ кремді жанкүйерлер оны қаншалықты жақсы көрсе де, бұл Мадридті одан да күшті ете алады. Оны Арсеналмен байланыстыратын қауесеттерге қарамастан, Перес әлі күнге дейін Винисиусты клубтың мызғымас ойыншыларының бірі деп санайды және келісімшартты ұзартқысы келеді. Киім ауыстыратын бөлме кез келген матчтың нәтижесін данышпандықтың бір сәтімен шеше алатындығын біледі. Енді осы шабуыл шебін елестетіп көріңізші. Сол жақта Винни, Бразилияның ең үздік ойыншысы, оң жақта Диаманде, Германияның ең үздік жас ойыншысы, ал орталықта Мбаппе, әлем чемпионаты тарихындағы ең үздік бомбардир және соңғы 3 ірі турнирдің де үздік бомбардирі. Егер осы үшеуі ойнаса, Реал Мадрид әлемдік футболдағы ең қауіпті шабуылға ұшырауы мүмкін. Бірақ бұл да ең жаман нәрсе емес. Оларда әлі де күшті құрам тереңдігі бар. Сайып келгенде, бәрі бір нәрсеге байланысты. Актерлік және өзара түсіністік. Мурдың басты міндеті барлығын еңбек етуге және бір-бірін құрметтеуге мәжбүрлеу. Содан кейін әлемде бұл жігіттерді ұстай алатын бірде бір қорғаныс болмайды.